Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен тағы да бір құнды ақпаратпен бөліскім келіп отыр. Жалпы манифестация, квантовый скачок деген сөздерді жиі еститін шығарсыз, иә? Мен де жиі естіп кеттім. Және оның не екендігіне қызығып қарадым. Сөйтіп оған сендім, өзімнің өміріме енгіздім, және де керемет нәтижелер орын алғандықтан сіздермен бөлісуді жөн көрдім. Жалпақ тілмен айтқанда, өзіңіздің армандаған арманыңызға оңай түрде, жеңіл түрде, көркем түрде қол жеткізу. Белгілі бір затты армандадық делік, иә? Мысалға бір машина алғыңыз келді. Енді былай жасаңыз, өзіңіз жалғыз отырыңыз, алғыңыз келген машинаны көзіңізге елестетіп, сол машинаны, сол көлікті алғандай болып, яғни сіз оны алып тұрсыз. Алған кезде қандай сезімде боласыз? Сол сезініңіз, кәдімгідей шын жүректен сезініңіз. Білмеймін, қуанасыз ба, жылайсыз ба, не істейсіз? Білмеймін, эмоцияңызды қалай білдіресіз? Соны сезініңіз, кәдімгідей ананы алып тұрсыз сіз уже. Сосын өзіңіз эмоцияңызды білдіріңіз. Болды. И каким-то образом ол сізге келеді. Прикиньте? Және оны ойлай берудің қажеті жоқ. Ол қалай іске асады екен, қалай ол қашан болып қалады, бүгін болып қала ма, ертең болып қала ма, бүрсі күні бола ма деп оны ойлап, оны күтіп отырмаңыз. Сол моментте ойладыңыз, эмоцияңызды білдірдіңіз, болды. Сосын Аллах Тағала сізге соған байланысты, білмеймін, бір мүмкіндіктер жіберіп қояды, білмеймін, бір чудо болады былайша айтқанда. Осы туралы жаңа айттым ғой, өзім өміріме енгіздім деп, өміріме енгіздім, нәтижесін көрдім. Соның бір осы бүгін ғана болған, кеше ғана болған бір нәтижемен бөліскім келіп отыр. Бүгін енді 8 наурыз ғой, мен 8 наурыз бүгін түсіріп отырмын сіздерге. Бірақ бұл видео бүгін шыға ма, ертең шыға ма, Алла біледі. Бірақ бүгін түсіріп отырмын. Міне 8 наурыз мерекеге қарсы кез келген адам сыйлық алғанын жақсы көреді, иә. Бірақ бізде жаңағы ортақ бюджеттен мен хабарым бар. Менің жолдасым әскери адам, сол үшін де ол қосымша жұмыс жасамайды, тек сол жаңағы өзінің сол әскери жұмысы, былайша айтқанда. Ортақ бюджетті мен білемін. Ортақ бюджетті білгеннен кейін мен де андай бір осыны алып бер, осыны алып бер деген сияқты өзімнің қалауымды айтқан жоқпын. Бізде андай OLX группалар бар ғой. Сол OLX группада мына районда бізде гүл сататын, жаңа клубника сататын жерлер бар, иә. Солар өздерінің енді мейрамға қарсы өздеріне осындай поступление болып жатыр, осындай гүлдерге деген секілді фотоларын жіберді. Білмеймін, мен соны бүйтіп, жаңа группаны бүйтіп қарап отырған кезде, ананы көріп қалдым да, кәдімгідей магазинде жіберіп отыр ғой, осындай гүлдер бар, келіңіздер, жаңа 8 наурызға қарсы алыңыздар, осындай свежий гүлдер келіп жатыр деген секілді. Қарадым, мен негізі бордовый цветті, қызыл цветті жақсы көремін. Ана бордовый тюльпан, әдемі анау деген име осылай отырдым да. Солай жасадым. Вот рас мен как будто мен ана гүлді алып, алған кезде қандай қуаныш сезім кернейді, мен соны сезіндім ана жерде. Болды. Осындай жаңағы гүлдер келеді деген секілді. Бір 2-3 күн бұрын ба жіберді. Прикиньте, кеше түнде сондай гүлді алып отырмын. Бордовый цветті сондай гүлді. Прикиньте, тюльпанмен жаңа видеомды көрсеңіз, мен салып қойдым жаңа гүлді вазаға. Салған видеом бар. Қарап көріңіз. Қызым екеумізге жолдасым 2 букет гүл, сосын клубника в шоколаде әкелді. Мерекеге қарсы. Сосын сұрадым, енді ортақ бюджетті білемін деген секілді. Жолдасыма бір адам қарыз екен, сол қарызын салып, сондай прям мен деген ана сезімді жеткізе алмаймын. Вот реально бар ғой, работает, вот реально. Аллах Тағала шебер ғой, барлығын оңай түрде, көркем түрде жасап береді да. Және сіз оны ойлана бермеңіз. Қашан болады екен, ол қалай келеді, ол мүмкін емес қой деп өзіңізді, арманыңызды, сеніміңізді жоққа шығармаңыз. Кейде былай ойлауыңыз мүмкін, осылай сезінесіз, содан кейін сезініп алғаннан кейін, бірақ қазір ақша жоқ қой, қалай болады ол деген секілді ойлар болса, онда ол іске аспайды. Аллах Тағала шебер. Аллах Тағала барлығын көркем түрде береді. Аллах Тағаланың қолында ғой барлығы. Кәдімгі сансыз шүкір. Реально шүкір. Работает.
қыздар, жасап көріңіздер. Кез келген қалауларыңызды осы жасап көріңіздер. Аллах тағала мүмкіндіктер ашып қояды. Белгілі бір адамдар себепкер етіп қоюы мүмкін, арманыңызға жетуге мүмкіндік береді. Тек шынайы сезініңіз, сеніңіз, бастысы ең бірінші сену. Алдағы уақытта өзім жүзеге асырып, нәтижесін көрген техникалармен бөлісемін. Сондықтан да менің каналыма тіркеліп, лайк басып, ұнаса лайк басып, өз ойыңызды, пікіріңізді жаза кетіңіз. Сіздің әр пікіріңіз, әр басқан лайкыңыз мені шабыттандырады.